Сіздердің сұраныстарыңыз бойынша бүгінгі үйрететін массажым арқа массажы, қыздар, арқа массажы. Өте барлықтарыңыздың құлақтарыңыз жақсы естиді ғой, қыздар, ондай болса қоңыр дауыспен, асықпай, алқынбай, жылықпей, бір желпінбей, бір өзімше болып қатын болып сөйлеп көрейін, Енді Қажетмет массаж орталығына қош келіп отырсыздар. Бүгінгі үйрететін массажым шығыстың нүктелі массаждары мен батыстың классикалық массаждарын, сонымен тайдың массаждарын қосып араластырып, жабысқан жауырынды ашатын массаждар. Арқа массажы бірінші кімдерге жасалмайды? Арқа массажы жүрегінде аппараты бар кісілерге жасалмайды. Аппарат тоқта қалуы мүмкін, екпеттен жатқызып басқан кезде, мүлдем жүрегінде аппараты бар кісілерге жоламай қойыңыздар. Екіншіден, созылмалы тері ауруларға жасалмайды, созылмалы ауруларға жасалмайды. Созылмалы аурулар білеміз ғой, асқынып кеткен жасалмайды. Тері аурулар жаңағыдай қышыма деген сияқты. Үшіншіден, жүкті әйелдерге арқа массажы жасалмайды. Жүктілік кезде жасалмайды. Жүкті әйелдерге отырғыз қойып, жауырынына жасауға болады. Арқасын сылап, сипап, отырғыз қойып жасауға болады. Оны бөлек жаңа сыйлық ретінде үйретем. Тәртіпке бағынған кезде подаркім болады, сыйлық ретінде. Ауыр аяқ әйелдерді қалай массаж жасаймыз, ол сыйлыққа жатады. Тәртіп түзімге бағынып, мені шаршатпасаңыздар, ол сыйлықты аласыздар, бонус. Одан кейін арқа массажы қарт адамдарға жасайсыздар енді. Бірақ анандай жұлқып, сілкіп, қатты салмақ салып, сүйектерін, омыртқаларын, қабырғаларын сындырып, алмаудан абайлап жасайсыздар, қарт кісілерге. Былай отырғыз қойып жасаймыз қарт кісілерге. Арқа жауырынды жабысқан массаж қажет екенбіз, қарт кісілерге отырғыз қойып жасаймыз. Оны да бонус қаласыздар. Етекір келіп жатқан кезде жасауға болмайды. Өзіміз әйел адамдардан етекіріміз келіп жатқан кезде массаж жасамаймыз. Және де әйел адамдарды қабылдамаймыз. Етекір келіп жатқанда. Етекіріңіз келіп жатқан кезде массажға бармаңыз. Әсіресе біздің үйретіп жатқан емдік нүктелі массаждарымызды жасатпайсыздар. Шылдырлатпаймыз, тәте? Тікелей эфир сақталады, сөз жерден жазбасаңыздар да болады. Енді осы адамдарға жасауға болмайды. Ота жасатқан мынасы грыжысына, омыртқасына ота жасатқан кісілер болса да жасауға болмайды. Ал енді грыжысы бар кісілер ота жасатып шыққаннан кейін болсын, бел ауырады, белінде грыжысы бар болсын, ота жасап шыққаннан кейін болсын, міндетті түрде емдік жаттығулар жасайды. Арасында қайтеді, жасатып тұрады массажды. Мен грыжысы бар адамға да массаж жасап емдеп берген. Үйсем ол беліндегі грыжы емес екен, ұйыған арамған екен. Қозғалыс жасамай көп отырады, қазір адамдарда қозғалыс жоқ, отыра, қандарының бәрі қоюланып кеткенде, қан жүрмей, қан тосылып, белі ауырған. Оны грыжы деп сеніп алған. Сонымен мен оны массаж жасап, нүктелерін басып, қанын айналдырып, содан кейін хишама жасатып, қанын алдырып тастап едік, сүйсек ол ештеме емес екен. Емделіп кетті. Қазір емдік жаттығулар жасап жүр. Енді ешкімнің де нервісіне тимей ақ қояйыншы, ешқандай адамның, дәрігерлердің де, бизнесмендердің де нервісіне тимей, өз алдымда өзімнің массажымды ғана таныстырып өмір сүрейінші. Өзі тек туымды да жауып тастады, анауымды да, мынауымды да жауып тастады. Енді бәрін жауып тастамас үшін менің айтып отырған сөзімнің мағынасын түсінсеңіз болды ғой енді. Сонда біз енді мысалы өлгелі жатырсың десе де, мысалы сізді рак ауру болдың деп дәрігерлер шығарып тастаған күннің өзінде де енді біз жерде мен дәрігерлерді жамандап отырған жоқпын. Дәрігерлер жасасын, ол бар болғаны жақсы. Қоғам болған соң әзір машина шырғалаңдар да көп, неше түрлі нәрсе болады ғой. Ол кісілер құтқарады, жақсы. Бірақ жаңағыдай аурусың деп шығарып тастаған күннің өзінде де өзіңіз үмітіңізді, өмірден үмітіңізді үзбей, мен тірілем деп тірлік жасасаңыз тіріліп кетесіз. Мен сіздерге кезінде өзімдің де мысал ретінде айтып бергенмін ғой, құлағымда естімейді деп шығарса, артынан өзім естіртіп алдым дедім ғой, сол сияқты нәрселер, Ал енді бел неге ауырады, жауырын неге жабысады? Өйткені қазір ешқандай адам қозғалыс жасамайды. Кешке жақын біз йога жасаймыз. Сол кезде жауырындарды қалай ашуды көресіңдер. Тіпті адамдар қозғалыс жасамағаны соншалықты адамдар деген бүктетіліп қалған қазір. Жылдан жылға қайтеді, мойын қысқарып кеткен. Әзір адамдардан мына сіңірлерін таба алмайсыңдар. Мынау жоқ, мынау ұсталмайды, мынау деген ұсталмайды. Міне жерде үлкен сіңір бар, ұстаңдаршы қыздар.
май басып кеткен, ұста алмайды адамдар. Мынаны күнде өстіп созып тұру керек. Мына саздан қозғалыс жасамай отыра береді, басын салбыратып отыра береді, әсіресе бухгалтерлар, бухгалтерлар, ана тырнақ жөндейтін қыздар, кеңседе жұмыс жасайтын адамдардың бәрі дөңкиіп алып отыра береді. Мынау деген қысқарып кеткен. Иықтың бір жағы биік, бір жағы төмен. Иықтың оң жағы ашып кеткен, сол жағы тар. Желке жақ дөңкиіп кеткен. Өркеш шығып кеткен, түйенің өркеші. Енді одан кейін мойын омыртқа жақтағы қан тамырларға кеткен. Жаңа мойынды май басқан кезде кеткен, қысылып қалған қан тамырлар. Одан кейін қан тамырлар қозғалыс жасамағандықтан, қан айналымы дұрыс болмағандықтан, адамдардың қан тамырға кеткен, жіңішкеріп қалған. Қан тамырларда не болды? Шлактар болды. Қанның қан құрамы былғанып кетті, қоймалжың болып кетті, қоюланып кетті. Содан ары қарай әрекет жасайын десе, бас айланады. Содан оған отыра беру ыңғайлы болды да, сол беті отыра беріп не болып кеттік? Жайылып, жаңағы жеген тамақтың бәрі ол қорытылмай, ол майға айланып, дененің екі жанына қарай шығып, жалпайып кеттік. Жауырын қайтты, жауырын майға оралып, жабысып қалды. Сол үшін ауырып жатыр адамдар. Миға қарай, миға оттегі жетпейді. Сол үшін адам дені сау болып, көңіл күйі жоқ болып, таңертең тұрған кезде қол аяғы ұйып, қол аяғында дәрмен жоқ болып, таңертең орындарыңыздан тұрған кезде аяқтарыңыз бен қолдарыңызды қысып көріңіздерші, қыса алмайсыздар ешқайсыңыз. Қысылмайды. Қозғалыстың соншалықты азайып кеткен. Содан барып қан айналымы дұрыс болмағаннан кейін адам көңіл күйі бірден түсіп кетеді. Көңіл күйің түсіп, өзіңнің мүжәзің болмай, асқа тәбетің тартпайды. Асқа тәбет тартпайды өткендеге, жаңағы жеген тамағымыз қайтып тұр, асқазанда божып тұр, ол қорытылмай майға айланып божып тұр. Содан кейін барып асқа тәбетің болмайды да, тура сөйтіп тұрған кезде күйеуің бір артық сөз сөйлеп қалса қайтесің? Шап кетіп бетінен ала жөнелесің. Көтергің келмейді. Ешкімнің артық сөзін көтергің келмейді. Ойыңның бәрі қандай? Жаман ой. Өлгелі жатырмын, шабыс болып жатыр, атыс болып жатыр, қырғыс болып жатыр. Содан басқа еш нәрсе ойламайсың. Өйткені сен өзіңнің денеңді көтере алмайсың. Ал денені көтеру үшін бізге не керек? Бізге күш керек. Күшіміздің барлығы қайда кетіп қалды? Күшіміздің барлығы жаңағы ойға кетіп қалды. Жаман ойларды ойлау арқылы күшіміздің көбін ойға беріп қойдық. Ойдың етегіне кетіп қалып, біз отырып қалдық. Енді күш жоқ кезде денеде не болады? Дене әлсіз, иммунитет төмендегенде қуат жоқ, адам отыра береді, содан кейін жайылып семіреді. Адамның денесінде бұлшық ет болмағандықтан, май басып кеткен кезде омыртқалар қайтеді екен, қисайып кетеді, одан кейін ағзалар орнын жөткіп, төменге қарай түсіп кетеді тәтелер. Мына 50-60 жастағы тәтелер салмақтарымызды тастаймыз, неге десек, организм ішкі ағзаларды, ішекті, бауырды, бүйректі, жатырды, барлық жерімізді бірақ май орап алады. Ол майды кетіру қиын. Содан сен ауыра бересің, больницаға барасың, қаныңды жүргіздіріп беру үшін система қойып береді. Қан жүреді, біраз жақсы болып қаласың, жатпайсың ғой больницада, шығып кетесің, біраз уақыттан кейін қайтадан ауырасың. Одан да не істейді екенбіз? Арқамызға массаж жасатып, жаңағы нүктелерді бастырып, өзіміз түрегеліп, көбірек әрекет жасап, йогаларды үйреніп аласыздар, түсіріп алыңдар. Мен күндегі үйретіп жатқан йогам біріне бірі ұқсамайды. Біреуін түсіріп алыңдар соны. Қалғанын жасаңдар. Сөйтіп өздерің келсесін. Бірақ түсіретін адам ол да ақша төлеу керек. Ол да ақша төлейді, бірақ жасамай қою керек, ол түсіру керек. Мен күндегі үйреткенім күнде неше түрлі. Соның бәрін түсіріп алып, өздеріңіз сақтап алып қайтесіздер, үйде жасап жүріңіздер. Дендеріңіздің сау, бастарыңыздың аман болуы үшін. Одан кейін арқаны білдік, сонда бізде арқада жағы кімдерге жасауға болмайды. Енді жасауға болмайтын адамдар жаңағы дұрыс тамақтанып, өмірін реттеп алғаннан кейін ол кісілерге жаймен қалай мықты мамандарға, стажы бар мамандарға қалай келуге болады. Біз жаңадан үйреніп жатқан маман болғандықтан қазірше ол кісілерді алмай тұра тұрыңдар. 1-2 жыл істегеннен кейін стаж болады ғой сіздерде. Жүрек пайда болады ғой. Сол кезде бар ақырын алыңдар. Дей тұрғанмен жүрегімдегі аппарат кісіні алмай қойыңдар. Қалғанның бәрін ала бересіңдер, уақыт керек. Жасамайтын адамдарды айттым. Енді бірінші пайдасын да айтып өттім жаңағыда, Бірінші массаж, қандай массажды албайсақ та, адамның денесінің қан айналымын жақсартады, тосылып қалған қандарды жүргіздіреміз. Одан кейін бұлшық еттің қызметін жақсартамыз. Бұлшық етті, Үшінші, нерв жүйелерді тыныштандырамыз, кайфовать етеміз, тынышталамыз. Терінің зат алмасуын жақсартамыз. Болды, осыдан басқа не керек бізге?
Көңіл күйді көтеріңкі ұстау, денсаулығы жақсы адамның көңіл күйі көтеріңкі жүреді. Денсаулығы мықты адам қорықпайды. Еш нәрседен қорықпайды. Денсаулығы нашар әйелдер қорқа бастайды. Жатырында миомасы бар болса, соны уайымдайды. Құдайым-ау, қайтем деп уайымдау арқылы сол ауруды қоректендіріп, үлкейтіп, ракқа айландырып береді. Сол үшін қорықпай кішкене кезінде, әрқандай аурулар кішкене кезінде емделеді. Апарып, емдетіп таста. Емдетіп таста, қорықпа. Сен соның үлкейіп, дәу болып, ракқа айланғанын күтіп отырсың ғой. Күтпе оны. Тәте, дұрыс айттым ба? Ал біз массажбенен не істейміз? Жатыр жаққа ертең жатыр массажын үйреткен кезде, бүгінгі арқа массажы әйелдердің жатырына да пайдасы бар. Жатырдың қызметін жақсартамыз. Ағзалардың қызметін, ішекті қайтеміз, ішекті қозғаймыз, ішекті қыбырлатамыз. Тоқ ішек, ақ ішектеріңіз қыбырлап, үлкен дәреттеріңіз бүгіннен бастап жұмсақ отыратын боласыздар. Геморрой болмайсыздар. Үлкен дәретке жұмсақ, одан кейін үлкен дәретке күніне отыратын боласыздар арқа массажынан кейін. Бел жақтағы нүктелерді басқан кезде әйелдердің етектері уағында келетін болады. Келген кезде ауырсынбайсыздар. Содан кейін арқа массажы әйелдердің өтпелі кезеңнен білінбей өте шығасыңдар. Не ол өтпелі кезең деп танымайсыңдар? Орысшасын не дейсіңдер? Климкс дейсіздер. Климкс деген мүлдем жоқ нәрсе, қыздар. Мен вәде беремін сіздерге. Климкс деген нәрсені мүлдем танымайсыңдар, білмейсіңдер. Бұл өмірде ондай нәрсе жоқ. Мен ант беремін сіздерге. Мен жасым 50-де, мен білмейді екенмін ондай нәрсені. Өйткені неге? Мен йогамен айналысам, қыздар. Мен емдік жаттығулармен айналысам. Дұрыс тамақ ішемін. Сол үшін мен ондай нәрсе білмейді екенмін. Сіздер де тура мен сияқты боласыздар. Болыңыздар, қолдарыңыздан келеді. Менен де асып түсесіздер. Жалқаулықты тастаймыз, Жалқаулық бізге еш нәрсе әкеліп бермейді. Модадан қалды жалқаулық. Мода болмай қалды қазір. Кимейміз ол киімді, Солай, Міне денсаулықты көрдіңіздер ме? Сонда ал ер адамдардың да үлкен дәреттерде жақсы отыратын болады. Бел жаққа массаж жасап, бел ауырмайтын болады. Одан кейін арқа массажында ер адамдардың бүйрегі қуаттанады. Еркек өзінің еркек екенін сезінетін болады. Құдай амандығын салса, 90 жасқа дейін сіздерде мүлдем простатит деген нәрсені білмейсің, оны да танымайсыңдар ер адамдар. Не бәле ол деп танымай тұрасыңдар, не нәрсе ол деп. Қара қыздары, біз көп нәрсені бар ғой, көп ауруларды танымай қалатын болайықшы. Танымаймыз, кім олар деп, Ал біз не істеп жүрміз? Біз оларды өзімізбен бірге жетектеп, қоректендіріп, өзімізбен бірге құшақтап, ұйықтап жатып, оны дамытып жатырмыз. Лақтырамыз барлық нәрсені. Жоқ ондай нәрселер. Алла тағалам бізді тап-таза қылып жіберген. Егер де сондай аурулар болып жатқан болса, аузыңды тий, қолыңды тий, көзіңді тий. Тиятын нәрселерден. Болды. Еш нәрсе болмаймыз. Бұл өмірде ондай, атам заманда қазақтарда ондай простатит деген, қазақтарда болмаған ондай ауру. Білмейді қазақ аталарға барып айтшы, ол не нәрсе балам? Біреудің аты ма деп сұрайды. Шын, бізге қазір жас балалардан көбейіп кеткен. Енді не істейміз? Осы бел жақтағы нүктелерді, жамбастағы нүктелерді, табандағы нүктелерді басып, содан кейін йога жасаймыз. Ер адамдар да йогаға түсу керек. Ер адамдар бұрынғы заманда йогаға қалай түскен дегенде ол кісілер шалық шапқан ғой бүйтіп. Шалық шапқан кезде мына жердегі мына сіңірлер созылған. Сол йога болған. Бұрында апаларымыз, ендігі қазіргі жаңа заманның йогаларын қолымызбен жасаймыз, Міне, сол үшін қоғамда ешқандай ауру деген нәрсе жоқ. Грыжы, бірдеме дейді ғой, мінім, Құдай түкіргенім соларға, жоқ ондай нәрсе. Мүлдем еш нәрсе жоқ. Мен үшін өмірде не бар? Мен үшін өмірде кайфовать ететін мықты дәмді тамақ бар. Мықты киім бар. Ләззат алып жататын, қол аяғына уқалататын салон бар. Болды, сондай нәрселер ғана бар менің өмірімде. Басқа нәрсені білмейді екенмін, танымаймын басқасын. Енді қараңыздар, мен бұл массажды, мен үйретіп жатқан массаж ауру болмай тұрған кезде, өзіміздің кайфымыз үшін, өзіміздің денеміздің қан айналымының жақсы болу үшін, өзіміздің сергек болуымыз үшін, өзіміздің тиянақты, қағылез, алғыр болуымыз үшін жасатамыз бұл массаждарды. Сол үшін салонға ауыратын адамдар емес, ауырмайтын адамдар келеді. Етекіріміз ерте тоқтамайды, жағындай нәрселер болмайды. Ал қай уақыттарда келеміз? Бет массажы болған кезде бет массажын айтамын. Қазір арқа массажы. Арқа массажын жылына 2 рет жасатамыз. Күз мезгіліменен көктем мезгілінде ешқандай денеңде кінәрат жоқ кезде жасатасың. Ешқандай жерің ауырмай тұрғанда. Егер миома мен кестең бар болса, барып, әйелдер бөліміне барып, емдел барып, еміңді сақайтып алып, одан кейін кел массажға.
күз мезгілі мен көктем мезгілінде 11 жасатқанда 10 рет жасатамыз. Көктемде жұқпалы аурулардан аман есен шығамыз. Күзде қыстан аман шығамыз. Ал қалған уақытта қалтаңда ақшаң бар болса, ақырқаның массажына 3 күнде бір рет келіп кайфыңдап. Ақшаң жоқ болса, айына, аптасына бір рет кел, міндетті түрде. Ішің қасса, ертең дәрі алып ішесің. Не үшін біз қолымыздағы ақшамызды өзіміздің рахатымыз үшін жұмсап, кайф алмай, не үшін сол ақшаны жанымызды қинап жұмсағанға жүгіреміз? Түсіндіре алдым ба? Неге қолымыздағы ақшаны ауруды күтіп отырып, жанымызға ауруды баттырып барып, неге сол ақшаны қажалайды екенбіз? Неге ауырмай жүріп сол ақшамызды кайфымызге жұмсамайды екенбіз, а? Кім сондайды жұмсай алады, қыздар? Мен кайфым үшін ақшаны қатты жұмсаймын, мен қолымды көтеремін өзім 100%. Үйреніңдер қыздар, бұдан кейін үйренеміз қаншайымдар. Кайфымыз үшін. Жақсы алманы алып же, жақсы өрікті алып же, кайфың үшін жеші. Ертең ауырып жатқанда, емханада жатқанда сол алманы алып жемей-ақ. Ауырмай тұрғанда үйіңе апарып же. Дұрыс қой, міне, көрдіңіздер ме? Сонда біздің салондарға бізге клиенттер не үшін келеді екен? Кайф үшін келеді. Кайф үшін. Беліңде кіржің бар ма? Бар, алдымен емханадан өп, одан кейін кел. Қандай? Любой ауруыңды емханаға барып тексер. Емхана ештеме демесе, одан кейін массажға кел. Бірақ жаңағыдай кішігірім ауруларды жаңағыдай белім айтып тұр, жауырыным жабысып тұр дегенде біз емдей саламыз. Болды ғой, түсіндіре алдым, қыздар? Молодец, жарайсыңдар. Ақырын жұмсақ, нәзік болып сөйлеймін деймін де, және де артыма мініп аламын мен. Бойда деген қан деген атылып тұр ғой. Менің күйеуімнің бір жолдасы айтты, ана қатын мен қалай жатасың деп. Мен айтамда, үйге барғанда әйел болып қаламын, мен түк білмегенсің. Есікті қалай ашам, солай сызылып қаламын. Мына маска осы жерде қалады, осы жерде. Бұл жерде ілім үйретіп жатырмын мен сіздерге. Вау, өзгеріңдер деп, вау деп жатырмын. Сіздерге тұрып, қыздар, өзгереміз бе? Өзгерейік десем, сендер бір қарасам, ұйықта қаласыңдар, сонымен сендерді оята алмай жүремін. Осылай сөйлесем, сендер қайтесіңдер, тұқ қалып, оянасыңдар. Бекер жатпапты қой, деп оянамыз, сол үшін. Бар жақта мені 110 адам көріп отыр қазір. Енді несі қалды? Енді жылдамдығы қалды. Салмағы қалды. Жаңа арқа массажының. Жылдамдығын орташа жылдамдықпен жасаймыз. Тез жасамаңдар. Өйткені клиент бірден тез жаса сені тойға асығып кетіп бара жатыр ма екен деп ойлап қалады. Екіншіден, жүрегі қобалжып кетеді. Үшіншіден, сен клиентті тыныштандыра алмайсың, ұйқыға жібере алмайсың, тез жасасаң. Ал орташа жылдамдықпен кайф беріп, энергияңды беріп, сол клиентті, мысалы бар ғой, клиенттің арқасын ұстаған кезде, клиент біліп қояды сенің сол клиентті жақсы көргеніңді. Жақсы көріп, жан тәніңмен бүйтіп, барынша қолыңды дәу ашып тұрып бүйтіп жасаған кезде клиент бар ғой, сізге риза болып, денесін бос қоя береді. Содан кейін барып ана жауырын жақта ауырып тұрған жерлерді көрсетемін әзір. Міне жер ауырады деп, сол жерлерді уқалап тұрып, сол жердегі нүктені басқан кезде, вау болады ғой. Ой дейді ғой, ой дейді. Тәтелер кетеді жоқ та, оятамыз бәріңіз. Сөйтіп, бел жағын басып бергенде бар ғой, ана ішектердің жұмысы жақсарғанда бар ғой, былайша айтқанда өттегі таста қозғалады ғой, тастар ери бастайды, нүктелерді басқан кезде. Жоқ. Массаж жасап болғаннан кейін клиентке сол күні қою тамақ ішпе деп айтасың. 1,5-2 литр су ішесің деп айтасың. Өт ериді ғой, өттегі тастар ериді. Сразу массаждан шыққаннан кейін тәте бүгін қою тамақ ішпеңіз, барынша сұйық ішіңіз. Барынша 1,5 литрде 2 литр су ішіп еді. Несеппенен тері арқылы қайтеді, шығып кетеді. Енді жылдамдығын, сонда енді жылдамдығын білдік қой, орташа жылдамдықпен кайф бере отырып, сезіне отырып, далын шығарып, ұйықтатып тастасаң, онда сенің массажың мықты деген сөз. Енді салмағына келетін болсақ, салмағын қалай басамыз деген кезде, бір әйелдер тұрады, жеңіл жасатқанды жақсы көреді. Бір әйелдер тұрады, ауыр жасатқанды жақсы көреді. Мен өзім негізі массажды жеңіл жасатқанды жақсы көремін. Қолының күші болса, сылап сипап, қолының энергиясыменен нүктелерімді дәп басып, тауып, жеңіл жасасам, мен қиын кайф аламын. Өйткені неге мен ауыр жасатқанды жақсы көрмеймін? Өйткені мен өзім йогамен айналсам ғой, менде қан айналым жақсы ғой. Менде қан тосылуы жоқ та, маған жабыс қалған жауырыным жоқ, қатты басып жасайтын. Бізде спортпен айналыспайды, клиенттер көп қатты жасатады. Бірақ 1-2 күн қатты жасап, бірақ
Бірінші күні келе салған кезде қатты жасамаңдар, ауыртып тастасаң, бұлшық ет ауырып қалса қайтеді ертең? Тұра алмай қалады да, ол ой ауыратын массаж екен ғой деп келмей қояды. Сол үшін бірінші күні, екінші күні жаймен, мен әзір көрсетемін үйретіп. Жаймен қайтеміз, сіресіп қалған, жабысып қалған жауырындарды босатып барып, денесін жібітеміз. Ана тұлақты бірден кесіп, бірден тартпайды қояды, тәте, ма не қояды? Айран төгеді, суға салып, содан барып тұлақты жібейді ғой. Тура өмір массаж жасатпаған, йогамен айналыспаған қатындардың арт жағының терісі тұлақ сияқты қалады. Тұлақты бірден тартпайсың ғой, суға салып жібітесің ғой. Осы сияқты ол кісілердің артын қайтесіңдер, жібітеміз. Жібітіп, босатып барып, нүктелерді басқан кезде өзі жібере қояды, пш тарап кетеді. Содан кейін ана қосылып жаңағы қан тамырдарда қосылып тұрған, ұстап тұрған майлар бар ғой, бәрі ыдырайды, босайды бүйтіп. Терілейді, кебіркілеттердің артынан тер шығады, бұрқ етіп, сасық, одан кейін кебіркілеттер осырады, жел шығарады. Маска тағып аласыңдар. Салонның төбесінде Алланың сорғыш болу керек. Мықты маман болсаң осылай жасайсың. Жасап болғаннан кейін қайтесің? Оны клиент өзін жақсы сезінеді. Соған сен сұраған ақшаны береді, одан кейін сенден шықпайтын болады, саған тұрақты деп болады. Одан кейін ол клиенттің арқасы жұмсақ нәзік болып қалады. Ешқандай шылар жоқ. Тап-таза болып қалады. Одан кейін ары қарай сен қайтесің? Жеңіл ақша табасың. Бірінші жолғысуда ауыр екен қамаңдар, жоқ, ауыр болмайды. Сен оған массаж жасап берсең, ол кісі саған ақша береді. Айырбасқа түсеміз. 30 жыл массаж жасадым. Массаж жаман болса, мен жаман болып қалар едім. Массаж жасамағандардан да мықтымын мен. Іштеке де болған жоқпын. Сол үшін массаж жасап жүрген массажистер ертең ауру болып қалады екен, ғой айтып қалады екен, бүйтіп. Нет. Міне жерден алып тастаңдар. Іштеке болмайсыңдар. Дәлел міне мен тұрмын алдыларыңызда. 95-тен бастап істеп келе жатып осы кәсіпті. Қытайда ала-bila кәсіп ауыстыра бермейді адамдар. Бір ғана кәсіп істейді. Болды ғой, түсіндіре алдым, жылдамдығын айттым, салмағын айттым. Салмағын сонда клиенттерді қайтеді екенсіңдер, өздеріңіз тауып аласыздар. Мынандай салмақпен жаса деп мен айта алмайды екен, өйткені қалай екен? Әр адам әртүрлі салмақпен жасатады. Енді ұстай алған кезде, арқасын ұстай алған кезде клиент денесін бос қойып беріп, бұлшық еттерінің бәрі босап, қорылдап ұйқыға келсе, онда сенің салған салмағың дұрыс деген сөз. Енді сен жасап жасың, клиент әлі ұйықтай алған жоқ, біресе бірдеңкені сұрайды, біресе қибылжытып бүйтіп жатыр, онда сенің салмағың дұрыс емес. Сенің қолыңның салмағына қалай? Көңілі толмай жатыр деген сөз. Ол кезде салмағын сұрайсың клиенттен, или болмаса сұрамай өзің сезгірлігіңмен тауасың. Ең жақсы мықты маман өзінің сезгірлігімен тауып алады. Сезгірлікпен тауы деген бір бас көресің, жиырылып жаса, мына салмағым болмайды екен, давай деп дереу қолыңды босата салып, екінші салмақты қойған кезде ол жайыла келсе, тура сол салмақты тауып алдың да сол салмақпен біткенше менің үйреткен тәсілдеріммен шығасың болды. Ал енді клиентке мына салмағым бола ма екен қолымның, ұнады ма сізге деп сұрасаңдар да болады. Бірақ өзіңнің мықты маманы, өзіңді қайрамайсың ба? Өткірлігіңді, өзіңнің сезімталдығыңды іске қосып көрмейсің ба? Сезін алам екенсің. Жоқ, аңқылып жүресің ба? Болды ма? Болған жоқ па? Бола ма екен? Болды ма? Тура ма деп жүресіңдер ме? Жоқ, ол болмайды. Қыздар, ол болмайды. Бір-екі рет солай болатын шығар, қалғанына олай емес. Айтқызбай-ақ білеміз. Күйеулеріміздің қабағына қарап біз қоямыз ба? Айтқызбай. Вот сол сияқты клиенттерде қайтеді екенбіз, қабағына қарап біз қоятын, сондай сезімталдықпенен массаж жасап бересіздер. Ас қорыту жақсарады, ас қазандарың жақсарады. Ой, бүгіннен бастап сіздердің ағзаларыңыз бар ғой. Ием, маған бүгін не бердің, не деген жақсы күн туып жатыр бүгін. Бір керемет күн болып жатыр ғой маған деп сендерге бүгін сөйлейді. Бүгін ас қазандарың, бүйректерің, ішектерің, шлактарың қорқа бастайды. Не болды, не болып қалды, не жау келді деп. Не қойды деп. Міне көрдіңіздер ме осыны.